ойлаймын. Өйткені мына солтүстік Қазақстанымыздың солтүстік шекарасына қарасақ, түзу емес. Мысалы, Түркменстан мен Өзбекстан арасында линейкамен сызған шекара. Ал бізде бұлай өте күрделі. Неге? Өйткені мына Алашорда бабаларымыз Сталинге барып, келіссөзге барып, әр ауылдың, әр деревнясын дәлелдеп беріп, бұл қазақтың жері, демографиясы осылай. Бұл қазақтың шекарасы болу керек екен дәлелдеп келді. Докладчик Әлімхан Ермеков болған. Алашорда бабаларымыз болмаса, бүгінгі таңда осындай қазақ елі, тәуелсіз, мықты ел болмас еді. Бір жағынан, екінші жағынан мына Алашорда қайраткерлердің арманы Қазақстан зайырлы мемлекет болу керек. Қазақстан демократиялық ел болу керек. Европадағыдай, Япониядағыдай. Мына Алашорда бабаларымыз Япония үлгі секілді көрсетті. Және Европа елдері. Енді бұлай қарасаңыз, Алашорда арманы әлі да орындалды деп айта алмаймыз. Өйткені бүгінгі дейін өкінішке орай Қазақстан демократиялық ел мен айта алмаймын. Қазақстан бұлай зайырлы ел тағы да айта алмаймыз. Қазақстан құқықты ел тағы да айта алмаймыз. Бірақ біз ақсақалдардан, осы үлкен буыннан біз өте күрделі проблемалары көп, қарыздары көп, сыртқы қарыздары көп елді қабылдап отырмыз, біздің буынымыз. Бірақ біздің мақсатымыз, біздің жұмысымыз ұрпағымызға, балаларымызға мүлдем басқа елді қалдырып кетуіміз керек. Өркениетті, құқықты, былай экономика жағынан мықты, демократиялық, яғни бізге еркін сайлау керек, бізге жаңа заң керек, саяси партиялар туралы жаңа заң керек, сайлау туралы жаңа заң керек, бақ туралы жаңа заң керек. Дұрысымен, біз амандық болса айналысамыз да, мақсатқа жетеміз деп есептеймін. Әл бүгінгі ең басты мақсат ол Мұхтар Жәкішевті бостандыққа шығару. Ол бәріміздің мақсатымыз, соған дұға тілейік. Әмин. Серікжан Біләш туралы. Алаштың идеясы бүкіл қазақ халқының жеріндегі жер байлығы, астының үстінің байлығы, барлығы қазаққа тән. Біздің ата-бабамыздың қанымен келген осы жерде неше түрлі ұлттар отыр. Соның барлығына жаңағы қазақтың қаны тамғандықтан қазаққа ғана жететін осы байлық, жер байлығы сол қазаққа ғана тән болу керек деп, әрбір түйбесі қазаққа барып қадалу керек деп айтылған болатын. Қазақтың идеясы. Сондықтан барлықтарымыз осындай қиын сәтте береке бірлікте болуымыз керек. Бәріміз бүкіл бір қазақ деп қана, бір алаш деп қана бәріміз бір тудың астында жиналуымыз керек. Еш уақытта жерге, елге, руға бөлінбеу керек қазақ. Сондықтан барлықтарыңыздың бас қосуларыңызды сұраймын. Әр уақытта бірге болайық, бірге жеңіске жетейік. Мұхтар Жәкішевке бостандық берілсін. Талап етеміз. Молодец. Тек қана Мұхтар Жәкішевке емес. Саясат Макс Боқаев отыр, Арон Атабек отыр, Серікжан Біляш отыр. Қазақстанда саяси тұтқындықтар болмау керек. Саяси қуғанда жүргендер азаматтардың бәрі қайтарылу керек еліне, жеріне. Елім деген азаматтар адвокаттар қолдау керек. Қорғай керек. Міне, Абай атамыздың жерінен адвокат тұр. Азаматтарды да барлығы қазақ қолдау керек. Абайдан. Егер адам осы жердің, мен осы жердің азаматымын, осы жердің патриотымын десе, яғни бұндай адам маған бауыр, маған одақтас, маған пікірлес, осы елдің болашағы үшін бірге жұмыс істейміз. Қазақтар көтерілген кезде басқа ұлт неге көтерілмей қалады? Соны кейін ойлайсың, бұлардың ішінде басқа саясат бар ма деп. Қазақ сонда бізге ғана жер, бізге ғана керек пе? Осы Қазақстандықта тұрған азаматтардың бәріне жер керек. Сондықтан біз көтерілген кезде басқа ұлттарда бірге көтерілу керек, бізді қолдау керек. Сонда ғана біз сіздерге сенеміз. Шындықты қолдау керек. Шындықты қолдау керек әр уақытта. Менің атам 37 жасында кеткен Алаш. Бірақ народы интернет ашсаңыз
Біздің де кіндік қанымыз осы Әлихан Бөкейхановтың Жексен Абдрахманов ағамыз. Қарағанды. Жексен Абдрахманов атым. Әлихан Бөкейхановтың туған жері Желтау деген тау. Содан маңайында алыс емес жерде жаңағы Мұхтар әдемі айтты, әрбір шекараны былайына иреттеп тұрып, дәлелдеп берген. Сол Лениннің алдында 3 күн доклад жасалған Әлімхан Ермеков сол кезде 29 жастағы ғана. Қарағандың Белді көшесі бүгінгі күні Ермековтың атынан көше аталады, ал Әлихан Бөкейхановтың атынан бізде әлі көше жоқ. Октябрьский деген ауданды ауыстырамыз деп таласып тартысып жүргенімізге мінекей 4 әкім уәде берді, әлі біреуді орындай алмай жатырмыз мінекей. Бізде екінші секретар обком болған 42-ші жылы соғыс кезінде соғысқа бармай қалып қалған бір партократ Алиханов дегеннің атында көше бар да, орталық көше. Әлихан Бөкейхановтың атында көше жоқ. Әйтеуір Әлімхан Ермековтің атында көше бар. Енді осы үшеуімен жерлес болған үшіншісі Жақып Ақбаев деген қазақтың ең бірінші юристі 1905 жылы патша үкіметіне петиция ұйымдастырып, сол петицияның юридический жағын қамтамасыз еткен жас жігіт сол патша үкіметінен де қамауда болды, кейіннен совет үкіметінен де қамауда болып аяғы атылып кетті Жақып Ақбаев. Осы Жақып Ақбаев та Әлихан Бөкейханов та бізде осындай дәрежелі несін құрметін ала алмай жүр. Ал енді сол бір Ақтоғай ауданы болып саналады, кішкентай ғана аудан, бүгінгі 17 мың халқы бар. Қазақтың небір белді тарихының бәрі сол далада жатыр. Сол дала толған петроглифтар, тастар жазылған. Сол далада Беказы Дәндібай Зақырай ненеміз бар. Ал енді жаңағы ру деген мәселе, жерімді айтып кеткенде руға бөлінейін деген емес. Мынау кішкене мағлұматы бар адамдар, мысалы Германия қандай бір тұтас мемлекет, сол Германияда Прусак дегендер бар, Баварец дегендер бар, Шварц дегендер бар. Прусак пен Баварец сөйлессе бір-бірімен тілін түсінбейді. Тілдері ортақ емес. Бірақ олардың ұлы Дойч тілі біріктіріп бір ұл. Мысалы Франция масқараға бөлінеді, көп олар бөлінеді. Олардың да ортақ француз тілі біріктіріп тұр. Англия мұла Йоркскилар дейді, тағы да бірдеме дейді, тілінде келмейді, неше тілі бар, олар тілмен де бөлінеді. Ал бізде мінекей солтүстік төменнен бастап анау Шардараға дейін қазақтың тілінде айырмашылық жоқ. Шығысымызда Алтайдан, батысымызда Атырауға дейін бір тілде айырмашылық жоқ. Біз рудан құраламыз, руға бөлінбейміз. Ол бізді руға бөліп тастайтын. 3,5 сағат уақыт бар әлі. 4 сағат. Қазақ ішінге бөлінбейді. Мінекей Мұхтар Жәкішевтің кім екенін де білмейміз. Кім келеді? Қарағандыдан келіп осы қолдау жасап тұр. Ал бірлігіміз бірге болсын. Бері қарай келіңіз. Мұхтар Жәкішевті поддерживаем. Давайте. Раз, два, три. Мұхтар ағаны Алла қолдасын. Мұхтарға бостандық. Бостандық.